жалпы орта білім беретін мектебінің 9-шы сынып оқушысы Амангелді. Бүгінгі қорғайту жобаның тақырыбы жақсылық керуені жобасы. Жалпы бұл жобаның маңыздылығын ашу үшін басында біз 5 сұраққа жауап беруіміз керек. Бұл сұрақтар не, қалай, кімдер, не үшін, қандай. Келесі, бұл жоба жалпы не үшін керек? Бұл жоба біріншіден оқушылардың бойында отаншылдық сезімді қалыптастыру және де оларды адамгершілікке, ізгілікке, сонымен қатар қайырымдылыққа тәрбиелеу және де олардың рухани дамуын дамыту үшін. Екіншіден, балалар мен жастардың назарын осы өзекті әлеуметтік мәселеге аудару болып табылады. Үшінші, оқушылардың қоғамдағы бастамаларын қолдау және де оларды ынталандыру үшін. Жалпы менің жобамның мақсаты ол қарт адамдарға және де сонымен қатар әлеуметтік осал топтағы балаларға қолдау көрсету және де балалардың бойында дұрыс іс-әрекеттерін қалыптастыра білу. Сонымен қатар олардың жақындарына деген мейірімді қарым-қатынасты олардың бойларына қалыптастыра білу. Жалпы осы тақырыпты аша білу үшін ең алдымен біз жақсылық жасау дегеніміз не деген сұраққа жауап беруіміз керек. Жалпы жақсылық жасау дегеніміз бұл имандылықтың, тәрбиеліктің, парасаттылықтың айқын көрінісі болып табылады. Ертеңгі талпыныс, болашаққа бағдар, игі іске ұмтылыс, жалпы бұл барлық адамзатқа тән құбылыс болып табылады. Ендеше көп болып, асыл арманына, қол созғандарға сүйеніш болып және де қолымыздан келген көмегімізді аямауымыз қажет. Жалпы осы жүзеге асыру барысында кімдер өзінің көмегін соза алады. Бірінші, директордың тәрбиесі жөніндегі орынбасары, екінші сынып жетекшілер, үшінші тәлімгер, одан кейін әлеуметтік педагог, еріктілер тобы, демеушілер және де оқушылар. Жалпы осы жобаны біз қалай жүзеге асырамыз? Біріншіден, біз қайырымдылық акцияларын ұйымдастыру арқылы. Екіншіден, мейірімділік, жақсылық жасау тақырыбында аясында осындай мерекелік іс-шаралар, семинар, ашық сабақтар өткізу арқылы. Үшінші, қайырымдылық жәрмеңкесін өте жиі ұйымдастыру. Төртінші, демеушілермен бірлесе көмекке мұқтаж отбасыларға қайырымдылық жасау. Міне бұл біздің мектебіміздің оқушыларына жасалған, ұйымдастырылған қайырымдылық акциямыз болып табылады. Қорытындылай келе, әлем өте әдемі және де олар қашанда осындай болу үшін игілікті істер, қайырымдылық жасауға асығуымыз керек. Және де әркез біздің жүрегіміз кең болып, пейіліміз ақ болуы міндетті. Өзін ғана ойлаған жамандықтың белгісі, ал өзгеден де ойлаған адамдықтың белгісі. Назарларыңызға рахмет.